Заринаның сыныбы. Welcome to PYP2 дейді. Күшті. Заринамның екінші сыныбы. Аты бар. Мына жерде оның білетіні. Бүгін 12 тамыз. Саннестегі халықаралық мектепте жаңа оқу жылы басталды. Бірақ мұндағы алғашқы қоңырау біз үйренгендей емес. Қазақстанда бұл күнді салтанатты жиын, форма, гүл, алғашқы қоңырау және ұзақ құттықтаулармен елестетеміз ғой. Ал Норвегияда халықаралық мектепте ше, алғашқы сөзді мектеп директоры бастап сөйлеп, жазғы демалыста мұғалімдер демалмай осы сіздер үшін еңбек еткендігі туралы айтып, мектептің құндылықтары туралы тағы да оқушыларға естеріне салды. Мектебіміздің құндылықтарын еске сала кетсек, мейірімді бол, құрмет көрсет, қауіпсіздікті сақта, жауапты бол. Міне осылай оқушылар ұрандатып, жыл бойы сабақтарын оқып шығады. Екінші сөзді мектептің координаторы, яғни кіші сыныптардың оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Пилар ханымға берілді. Ол кісі де өзінің қош келдіңіздер сөзін айтып, келесі сәтте би жаттығуы, яғни дене шынықтыру мұғалімі би жаттығуларын жасап, мектеп ұжымы оларға көмектесетіндігі туралы, содан кейін мектептің әнұранын шырқалатыны туралы айтылды. Who's got the spirit? Who's got the pride? And then you answer with? Thank you, Ayat. You remember. Let's try that again. Okay. Who's got the spirit? Who's got the pride? We are here to shine. Awesome. Learning, leading side by side. SDIS, our source of pride. One time, one dream, we shine so bright. SDIS, let's win, let's fight. Who are we? SDIS. Louder now. SDIS. And now we have to say it all together. SDIS, stand up tall. All parents, bye. Have a great day, all. Зарина, жол болсын. Happy birthday.